мен және көршіме деп шапалақ ұрып бір-бірімізге өткіземіз. Мен және мен көршіме. Мен көршіме. Мен көршіме. Мен көршіме. Мен көршіме. Ал енді қандай сұрақтар келді, өздерінің жаңағы нелеріңді ашасыңдар. Сұрақтарыңды. Қалай таныстырасың өзіңді? Мен қыз аруы болса, менің жаттауым бар. Иә, қыз аруға қатысқансың ғой, иә? Міне керемет. Армысыздар жиналған көпшілік қауым. Биік қойған жанынан қыздың арын. Қыз өсірген қазақтың қайғысы осы, қаталсың масалатын әр қадамын. Шын сынауға жетісемін болмайды. Ақылы озық біреуге күн болмайды. Келіні дана болған қазағымның ұлдары өзгелерге құл болмайды. Атым Диана болады сұрасаңыз. Албан екен кешегі бір атамыз. Әкем аты Мұхаммед, асқар тауым пана болып біздерге жүз жасаңыз. Анам аты Ларисаның қызымын. Жүзінен төгілетін күннің нұры. Атыңа кір келтірмей өтсем сенің мойныңнан түсер екен перзент жүгі. Ұстазым Бариков Ескендір аяулы адам. Біздерден бар екенін аямаған. Осындай ұстаздың арқасында көпшіліктің көңілі тоярмын. Не деген керемет, біз қазір қандай ай? Күз айы. Яғни күз айында біз күз балына барып келген болды. Ал енді сұрақ оқимыз. Оқы. Әкеңіз 20 рет сізден құстың атын сұраса, жауабын бересіз ба? Яғни әкең сенен 20 рет құстың атын сұраса, не істейсің? Жауап береді. Не үшін жауап бересің? Өйткені кішкентай уақытымда мен 100 рет бір нәрсе сұрасам, ол маған да жауап берген. Яғни біздің кішкентай кезімізде әкеміз бізге жалықпаған, иә? Одан кейін сұрақ. Рахмет сөзін қалай пайдаланамыз? Рахмет сөзін Қай кезде пайдаланады рахмет сөзін? адамдар біздің мысалы бізге жақсылық жасағанда біз рахмет дейміз. Жол көрсетушілерге Ұстаздарға рахмет, аналарға рахмет. Яғни рахмет деген сөз әрқашан қолданылады. Кешіріңіз, менде айту керек. Айтып өтіңіз. Кешірімді мысалы бір жолы кешіріп жатқан бір адамды түпті нәрсе оған бір тесіп өтсе, оған кешірім сұрап айтуымыз керек. Ренжітіп қойса, одан кейін. Стюардесса болсаңыз қалай сөйлер едіңіз? Мен стюардесса болсам, менің басты сөйлемім құрметпен басталатын еді. Осы жерден басқа жерге қалай баратынымызды туралы соларды айтып өтетін едім. Сосын қауіпсіздік туралы да айтып кететін едім. Қалай ремеңді дұрыстап тағу керек екен, қалай дұрыс отыру керек екен, қалай болғандар дейші, багажник соларды қалай хабарлайтын еді? Құрметті жолаушылар, бүгінгі біздің саяхатымыз Шымкент қаласынан Алматы қаласына барады. Оның аралығы 2 сағат болады. Сіздер өздеріңіздің сумкаларыңызды өздеріңіздегі төбедегі шкафчикке сондай салып қоясыздар. Ремеңдеріңізді қауіпсіздік белгісін дұрыстап тағуыңызды Керемет. Сенде Әнұран еді, иә? Кімде Әнұран туралы сұрақ қой? Мен негізі Әнұран туралы сұрақ қойылған еді. Әнұран туралы. Әнұранды білесің бе? Иә, білесің. Демек, Әнұранды айтып шығамыз. Алтын көк аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Мені ерім, гүлім болып, егілімін, жырым болып, төлем елім, туға жер менің Қазақстаным. Құсы екен, иә? Ал сол үшін не берілген?
кедейді не істеді? Байды тоны жоқты тонды қылды дейді. Күлтегінің бүгінгі маңыздылығы Тарихи сабақ, күлтегін өмірі мен қызметі бізге тарихи сабағын алуға, еліміздегі тарихи мен мәдениеті қызығушылығы тазалығы шақырды. Ұлттық мақтаныш күлтегін Қазақстан халқының ұлттық мақтанышын арттыратын тарихи ретінде. керемет. Тезірек өткізші. Қазір күлтегін ескерткіші, яғни ұлттық тұлғасы, біздің тарихымыздың мақтанышы бұл күлтегін. Күлтегін оның тек тарихи ескерткіш емес, бұл біздің ата-бабамыздың тарихы. Жаңа айтып отырмыз, біз бүгін ерекше сабақ болып жатқаны рухтарды көтереміз. Күлтегіннің атын қаншама жылдан кейін біз атап жатырмыз. Яғни бұл дегеніміз үлкен біздің ата-бабамыздың рухына бағышталып жатқан сабақ десек те болады. Дұрыс па? Өйткені ол кісінің ұрпақтарынан ұрпақтары қалмады. Енді біз ол кісіні жаңағы үлкен зор мақтанышпен еске алады екенбіз. Күлтегіннің жырлары бар. Күлтегіннің жыры туралы бұл жерде көрсетілмеген, бірақ Күлтегіннің неше томдық жырлары бар. Сол жырдар кішкене ғана сендегі төрт жұмақтан жолдарды сол оқып шықтыңдаршы кәне. Сәргена, сен екі рет жауап бердің. Жинас неғып қойыңдар, әркім өзінің ұсына қойып қойыңдар, сонымен бағалаймыз. Қанша алғандарына байланысты. Көп бәрін оқу мүмкін емес, бірақ соның ішіндегі ең маңызды жерлері бар. Оқы. Мысалға барша жұрт күлтегі болмаса жаудың қолына түсіп, тезек көтеріп күн болатын еліңдер деді. Осы бір күндері осы түрік халықтары өздері бір-біріне жауласып, бір-біріне жаман сөйлеп, жау болған арасында ұрыс болған. Содан кейін күлтегін келіп, ол түрік халқының барлығын сол басын қосамын деп ойлаған, және оның ойлаған ісін ол амалға асырған. Оны асырып, яғни күлтегін болмаса не істейді? Күлтегін болмаса түрік халқы Түрік халқы аз халық бұл, яғни мүмкін жоқ та болып кетеді. Ал егер күлтегін болмаса, олар балдардың құлы болып, солардың артына жүреді. Күлтегінге олардың бәрінің басын қосып, барлығын бір-біріне татуластырып, ауызбіршілікке шақырды. Керемет. Тағы да кім жырға не береді? Яғни сен егер де осы үлкен қолбасшы болуына, үлкен не болуына қандай нәрсе не қылып жатыр, кедергі болып жатыр? Қазіргі кезде сен нені көңіліңнен шықпайды? Мысалы үшін сен қолбасшы болғың келеді, үлкен адам болғың келеді, мүмкін сен министр болғың келетін шығар. Осы күлтегіннің қандай саған ерліктері жетіспейді? Үйде саған көңіл бөліне ме? Көңіл бөлінеді, иә? Қарашы, біз қазір күлтегін туралы, үлкен адам туралы жаңағы тарихи мағлұмат беріп жатырмыз. Осыдан не түсіндің? Қазақ халқының бірлесуге яғни соғыстарды жеңген түрік халқында, иә? Тізені не деген жаңа? Бай ашты деген, не деген? Кедейді бай болды деген, иә? Отыр. Күлтегін туралы не түсіндің? Бәріміз мағлұмат береміз, бір ғана емес. 680 жылы дүниеге келген, яғни ол түрік халқының басшысы болған. қолбасшысы болған. Қазақ халқын біріктірген. Керемет. Ал жырға мән береміз.
Бізді бүгінгі тақырыбымыз не сабағымыздың? Күлтегін. Осы тақырыпта жырына қараңдар. Кім қорғайды? Күлтегіннің әкесінің аты Ол, шешесінің аты Еділге. Оның жаттаулары елді суға батырдым, ешкімге басын идірдім. Ешкімге басын идірмедім дейді. Жөне болса. Енді қараңдар. Бүгін бізде күлтегін жыры болған еді. Күлтегін жыры осы халқының тарихи ескерткіші болып есептелінеді. Күлтегін кім? Күлтегін түрік қазақтардың әскери қолбасшысы болып, ол кішкентай былай. Біздің күлтегін туралы көп ақпарат білеміз. Оның ескерткіші ауқан бойы өзеннің бойынан Қырғызстандағы ауқан өзеннің бойынан табылды. Ең бірінші кім тапты? Родов. Радов. Су жазу керек. Ескерткіштен күлтегіннің өмірін барлығы баян, ол бізге мысалы параққа немесе дәптерге жазылғандай жұртық немесе жоғалып кетуі мүмкін. Ал бізге осы ескерткіштер бізде жастарға жеткендіктен біз ол туралы өте қатты көп мәлімет алуға қызығып тұрмын. Сіздің апайыңыз күлтегін туралы бар ақпараттан болды. Ал енді қазір мына жерде рефлексия беріп жатыр, ана күштеріміздің ішіне ең асылы. Барлықтарға бір-біреуге не берейін, бағалауға. Ал айтамыз. Күлтегін мен қанаты тақырыбы. Туылған жылы Күлтегін 629 жылы дүниеге келген. Жас кезінен әскери қызметіне айналысқан. 680 жылы дүниеден өткен. Бұл Күлтегіннің ескерткішінің суретін салды. Ол ескерткіште бұрынғы заманнан жазулары жазылған. Және ол ескерткіш орыс рақып тарапынан табылды. Ол 1899 жылы табылған осы ескерткіш. Және ол тағы қосымшаға келетін болса, мәлім ол түркі халқының қолбасшысы болған. Оның шешесі Еділге, әкесі Құтнұр деген адам болған. Отырыңдар, жарайсыңдар сендерге де бір-біріне бүгінгі постты қорғағандар үшін. Ал енді жаңағы берген неге тез арада Күлтегіннің жаңағы ең бірінші тапқан нелер туралы сендер алған әсерлерін сабақтан алған. Тез алып бір-бірінен алып тез арада жазып беріңіздер. Бүгін мына ескерткішке жаңағы не болса жақсы шығасыңдар. Бүгінгі тақырыпты. Бүгінгі тақырыптан алған әсерлері. Нені білдім, нені білдім келеді, алдарында тұрған неге қарап жазып бересің. Мына сендерге жаңағы осыған қарап жазыңдар. Күлтегіннің жыры менің ойымша көк снес әдісі бойынша. Не білемін, не түсіндім, менің ойымша тез арада мен қорғап жібереміз. Үйге тапсырма кері байланыс. Мен үшеуін алдым. Мен де үшеуін. Яғни Сейсенбекова екеуі ма? Сейсенбекова жақсы деген, өте жақсы деген бар. Қасындағы Назмина.